Саламатсыздарбы достар. Мен өткен видеода зиянкестерден, паутина клештен қалай құтыламыз деген видеоның жалғасын түсіріп, сіздермен бөліскім келіп отыр. Мен сол видеода айтып өткен болатынмын. Фитоверммен обработка жасаймын, 1-2 күнде ала алсам деп. Мен барған магазинде, өкінішке орай карантинге байланысты көбісі жабық екен. Сол себепті мен барған магазинде актелик қана болды. Бұл барлық зиянкестерге қарсы. Соның ішінде сіздерге көрініп тұрса, паутина клешке де қарсы. Көптеген белокрылкаға және басқа да вредительдерге қарсы деп жазылған. Және бұның концентрациясын егер қатты зақымданған болса 1 литрге, осы 2 миллиграмда, ал егер қатты емес зақымданса 2 литрге араластырып гүлдерді обработка жасаңыз деп жазылған. Бірақ мен осы 2 миллилитрді 1,5 литр суға араластырып, мына кешегі кірсабымен обработка жасаған гүлдердің барлығын мен сыртқа шығардым. Себебі бұл химикат. Сыртта осының барлығын обработка жасап, сіздерге көрсететін боламын. Қалай дайындағаным және қалай обработка жасағаным сіздерге қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мұны мен актеликті алып, мынандай ампулада болады екен. Мен осы ампуланы 1,5 литр су дайындап қойдым, осыған араластырып, барлық жапырақтарына себемін. Барлығын қостым, 2 миллилитрдің. Қарасаңыздар. Енді су бүркігішіме өлшеп құйып алып, барлық гүлдерімді, жапырақтарын, алды, артын барлығын су бүркіп шығатын боламын. Мен кеше бірінші қатты зақымданған гүлдерден бастап обработка жасаймын деп шештім. Осылай. Бұны жасаған кезде міндетті түрде қолдарыңызға перчатка киіңіздер. Себебі бұл енді химикат. Алды артын барлығын мұқият осылай су сеуіп шығыңыздар. Және тағы бір айтатын мәселе, ол паутина клеш топыраққа жұмыртқасын тастауы мүмкін. Ол жұмыртқасы 5 жылға дейін өмір сүре алады. Сол себепті топыраққа да себіңіздер. Және бұл бір рет обработка жасап, болды барлығы бітті дегенде болмайды. 3-4 күннен кейін тағы да қайталап, солай 3-4 рет қайталайсыздар. Паутина клештен құтылу оңай емес. Осылай барлық гүлдерді обработка жасап шығамын. Тыңдап көремді, мұңды емес көңілді, ескемес бүгінгі. Қарсы алар таңыңды, әрдайым көңілді, үзбей еш үмітті. Белмедік мұңға, жеңілмедік сынба өмірде. Әнімді сен тыңда, қосыл бірге шырқа менімен. Лампуға жаса шалғанда барыңда, лампуға қане тартыма, тартыма, биле әнімне қайғырма, тартыма, бер жақында. Осыдан кейін зақымданған әлсіреген жапырақтары енді өзгермейді, осы қалпында қалады, бірақ жаңадан ашып келе жатқан жапырақтар сау болып өседі деген үміттемін. Лампуға қане тартыма, тартыма, биле әнімне қайғырма, тартыма, бер жақында.
жайнап гүл барында. Жаңа өмір баста, еш қысылмас аспа, бәрін артта таста. Берілмедік мұңға, жеңілмедік сынба, жеңілмедік сынба өмірде. Әнімді сен тыңда, қосыл бірге шырқа, қосыл бірге шырқа менімен. Ей лапула жазда жалғанда барында. Мына видеода мен барлық гүлдерді, ауырмаған гүлдерді обработка жасап шықтым. Мұқият алды, артын барлығын қайталап тастап шығып жатырмын. Кейбір ауырмаған гүлдерімді де дәріледім. Және бұлай топырақтарына да сеуіп қойдым. Мұны агланема да тиіпті. Бұны да обработка жасадым. Геран гүлдерім жаңадан қосылған еді. Кеше препаратпен бірге алғанмын. Бұны да қоса обработка жасадым. Өзімен бірге ешқандай зиянкес алып келмесін деп. Және мына халея гүлімді де. Бұның да ұштары сәл-сәл қурап жатыр екен. Бірақ мына жақтарының бәрі жақсы. Ауырмайды деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар. Және сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.